Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен бірінші жасағаннан шығатын өте дәмді, ауызда еритін сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Пирог өте жұмсақ болып шығады, үйдегілерге өздеріңізге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға әлі тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, осындай рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнға қопсытқыш, қант және сары майды қосып, қолмен осылай үгітеміз. Оның үстіне жұмыртқа қосып, қолмен араластырып, қамырымызды дайындаймыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Оны целлофанмен орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Креміміз өте оңай. Қаймаққа жұмыртқа және қант қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Содан біздің креміміз дайын. Формаға пергамент қағазын төсеп, немесе осылай видеодағыдай сары маймен жағып, қамырдан төменгі бөлігін және бортиктарын орналастырамыз. Бұл рецепт бойынша бір үлкен диаметрлі форманы алуға болады, немесе екі кішкентай, менде 20 және 18. Енді оның үстіне салмасын құямыз. Және 180 градус қызып тұрған духовкаға 40-45 минутқа пісіреміз. Піскен байқау үшін біздің сметаннигіміз сары түске боялу керек. Содан соң 1 сағатта суытып алып формадан аламыз. Пирогымыз осылай өте әдемі, тегіс болып шықты. Маған бұл пирог өте ұнайды. Сондықтан міндетті түрде сақтап алып осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Кескен кезде де өте әдемі кесіледі, шашылып, үгітіліп кесілмейді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Бірінші рет жасағаннан да міндетті түрде шығады деген сенімдемін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара. Келесі кездескенше.